Бұл қалай болған деймін да, Қайрат Нұртас бауырымыз менің жаңағы еңбектеніп Дәурен Шәріп ағамыздың әні бұл композитор. Ағамызбен анау былтырдан бастап шығарып, дайындалып, осы январдан бастап жазып, қаншама оны өңдеп, қаншама оны ұштап, дайындап, еңбектеп, күні-түн ұйықтамай, студия бар, Азамат Сәбетов бауырым жазған аранжировкасын. Ол да өз уақытын бөліп, жұмысын қойып, күн-түнге қарамай бізбен студияда жұмыс жасап, еңбектен жазған әнімізді дайын продукциямызды айтқанда сұрамай алып жаза салу деген ол сіздер қалай түсінесіздер? Мұнан қараңыздар, мысалы авторский право әндерімді тіркеген кезде О махаббат Дәурен Шәріп, Азамат Сәбет аранжировкасы. Талдыранға барып, Сағи Асанхан бауырыма сөзін өзгерткізіп, кейбір жерлерін, куплеттерін жазғызып, редактирование жасатып, сөйтіп кеп жасап 04 март 03:25 тіркеп қойған екен авторский правоға. Енді бұл әнді өзіміз жасап, енді болдық, толдық деп, жемісін жейміз ғой деп, видеолар түсіріп, Тойдыман радиосына барып тұсаукесерін жасап, сөйтіп жүрген кезде осы 1-2 күн болды, түсініксіз жағдайлар, елдер маған Қайрат бауырымыздың видеоларын жібереді. Сонымен адамгершілікке салынып Қайрат бауырымыз сыйлаймыз. Жол үлкен. Енді ондай нәрсе істеу, ол мен ойлаймын, олардың бірінші репутацияларына және де командаларына кір келтіреді. Мен адамгершілікке салынып сотқа жүгінген жоқпын, авторлық құқыққа жазған жоқпын, өздеріне күттім. Болмағаннан сторисіме жаздым, авторлық құқығы қорғалған әнді рұқсатсыз орындай беру Қайратқа сонда бола ма деген сияқты. Хабарласыңыздар деп салғам. Сөйтсем, Салтанат деген администраторы жазыпсыз, хабарласыңыздар деп, хабарласып тұрмыз, ал деп маған звондайды. Мен айтам, кешіріңіз Салтанат, сіз міндетсіз хабарласу деймін да, өйтіп адалжайын жасамаңыз. Білмеймін, енді адамгершілік болу керек адамдарда. Бұл әнді мен Дәурен ағаға барған кезде айтқам, Дәурен аға, мен әйеліме ән жазғым келеді. Осындай тақырыпта ән іздеп жүрмін деп. Дәурен аға сол кезде маған осы әнді көрсетіп, Дәурен ағамен гитараны алып күн-түн отырдық. Қаншама күндер, түндер қаншама өзгерістер енгізілді бұл әнге. Сөйтіп еңбектене келе, біреу сенің баптап отырған жаңағы огород дейді ғой, егіп, баптап, суғарып, жемісін жейм деген кезде біреу кеп, менің огородым бұл, менің жемісім деп, піскен урожайды жинап алса, қалай боласыздар деймін да. Плагиатты қоя бер, шетелдің әндерін уже жазып бітті бәрі. Мен білмеймін, ол жерде қалай реакция жасауға болады. Енді Дәурен ағамыздың еңбегі не болды, менің еңбегім не болды. Дәурен ағамызға ол енді хабарласып, олар ақшасын берейік, басқасын берейік, договор жасайық деген сияқты. Сонда мені аттап кетті, Дәурен ағаны аттап кетті. Осындай тірлік жасап отырды. Білмеймін, легенда деген сайын, легенда деген ол үлкен кәдімгі соответствовать ету керек қой, үлкен мағына, үлкен ат ол жерде. Мен түсінбедім сіздерді. Сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? О махаббат ғажапсың деген әнім осылай болып отыр.